Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз орфография және орфоэпия. Қазақ тілінде сөздердің дұрыс жазылу және оқылу емлелері бар. Сөздердің жазылу емлесі орфографияға негізделеді, ал дұрыс оқылу емлесі орфоэпияға негізделеді. Орфография сөздердің дұрыс жазылу заңдылықтары, ал орфоэпия сөздердің дұрыс оқылу заңдылықтары. Яғни орфография дұрыс жазамын, орфоэпия дұрыс айтамын деген сөз. Орфография заңдылығы бойынша сөздер үш принципке бөлінеді. Олар фонетикалық принцип, морфологиялық принцип, дәстүрлі принцип. Енді осыларға тоқталып өтсек. Фонетикалық принцип. Сөз бөлшектері қалай айтылса, солай жазылады. Бұл принцип сөздегі қосымшалардың жазылуында ескеріледі. Мысалы, адамдар десек, ол жердегі барлық әріптер толық жазылып, айтқанда да, жазғанда да түсіп тұр. Адамдар, далаға. Енді морфологиялық принцип. Күрделі сөз бен сөз тіркесінің кейбір дыбысы өзгеріске ұшырап оқылса да, жазылғанда түбірлері өзгермей жазылады. Мысалы, көз қарас. Бұны біз жазамыз, ал көз қарас, көз қарас деген екі сөзден бірігіп тұр, иә? Осында қараста қ әріпі ғ болып естіледі. Көз қарас жазылғанда жазылады, айтылғанда көз қарас. Ашса жазылады, бірақ айтқанда ашша, с шыға өзгеріп тұр. Морфологиялық принцип. Басқа дыбысқа өзгеріп естіліп тұрғанымен, ол нақты болып жазылады. Енді дәстүрлі принцип. Қазақтың байырғы сөздері қазірде бұрынғы қалыптасқан күйінде жазылады. Мысалы, хайуанат, кейуана, белбеу, амангелді, жазды күні. Мысалы, аман келді. Ол жерде г емес, к болу керек, бірақ ол г болып тұр. Яғни дәстүрлі принциппен бағынып тұр. Белбеу, яғни бел және бау деген сөзден кірігіп жасалып тұр. Жазды күні, яғни жаз және жаздың күні деген сөз. Бірақ жазды к күні болып дәстүрлі принципқа бағынып тұр. Яғни орфография мен орфоэпия сіздерге түсінікті болды деген ойдамын.